Натуре. Рекордтар 4. Риск па, риск. Исмадай. Білем. Чанган и Астана Моторс поддерживают юношеский футбол в Казахстане. Переходи по ссылке в профиле и приобретай автомобиль по самой выгодной цене. Аждау деген ауа деп. Айтып бастаймыз. Жігіттер, баспен ойна бағдарламасына қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Тамаша. Керемет. Ойынға дайынсыздар ма? Дайынбыз. Енді бірінші ойыншыдан бастап таныстырайық. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің атым Орманов Адай. Мен газовикпін. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің атым Махамбет Алихан және мен тренермін. Ассалаумағалейкум. Менің атым Әмірбек Дастан. Мен тиктокермін. Бірінші тур бізде активация деп аталады. Матч алдындағыдай, бұл миға арналған жылыту. Қатысушылар қарапайым сұрақтарға жауап беріп, шоуға бейімделеді. Адай, сен бірінші сұрағың. Тік бұрышта неше градус бар? Тік бұрышта 90 градус. Екінші, Махамбеттің бірінші сұрағы. Миллион санында қанша нөл бар? 6. Үшінші, Әмірбек, сенің бірінші сұрағың. Әмірбек, сенің бірінші сұрағың. Пойыз сағатына 60 километр жүрсе, 2,5 сағатта қанша километр жүреді? 1 сағатта 60 километр жүрсе, 2 сағат жарымнан кейін қанша километр? 2,5 сағат, иә. 60, 120, 150. Дос красавчик. Адай, сенің екінші сұрағың. Аумағы ең үлкен мұхит қайсысы? Аумағы ең үлкен мұхит Тынық мұхит. Молодец, бұл консумация. Иә, білем ғой енді. Махамбет, сенің екінші сұрағың. Ақшта қай қаланы үлкен алма деп атайды? Лақабаты. Үлкен алма? Иә. Қандай? Подсказка. Пацан не знаю. Если бы я знал, Нью-Йорк десем қалай. Скажи, бір вариант айтсай болды. Калифорния дейш? Калифорния. Калифорния. Калифорния дейік. Дұрыс емес. Дұрыс жауап Нью-Йорк. Кешіріңіз, Әлихан. Сенің екінші сұрағың. Сахара шөлі қай құрлықта орналасқан? Африка. Жауап дұрыс. Молодцы. Адай, сенің үшінші сұрағың. Адамда қанша хромосома бар? Адамда 46 хромосома бар. Бізде 47 шығар. Әлихан, сенің үшінші сұрағың. Өсімдіктер оттегіні қандай процесс арқылы шығарады? Фотосинтез? Биология. Қайдан білесің? Енді Дастан, сенің үшінші сұрағың. Жануарларды зерттейтін ғылым қалай аталады? Без понятия. Білмеймін. Давай до суда. Жануарларды зерттейтін ғылым. Ботаника это не это. Нет. Ботаника это... Сенің 10 секундың бар. Жауап бар ма? Жаратылыстану химия. Биология. Биология. Жоқ. Дұрыс жауап зоология. Натуре. Прикинь. Енді Адай, сенің төртінші сұрағың. Абай жолы романын кім жазған? Абай жолы романын Мұхтар Әуезов жазды. Дұрыс. Да. Алиханның төртінші сұрағы. Евгений Онегин поэмасының авторы кім? Опа, мен білем. Білмеймін. Мен де білем. Подсказка бермеймін? Жоқ, мен. Мен білем. Пушкин деген. Дұрыс. Үшінші
Дастанның 4-ші сұрағы. Жоан Роулинг қандай шығарманы жазды? Ассалаумағалейкум. А? Қайтадан. Жоан Роулинг. Қандай шығарманы? Жазушының аты бұл, иә. Не. Ең атақты жазған кітабы. Джоан Роулинг. Опа. Абракадабра дейсің. Авада кедабра. Этот. Гарри Поттер. Жауап. Молодец. Подсказкалар кетті, әдемі. Адайдың соңғы 5-ші сұрағы. Қай дәруменді күн дәрумені деп атайды? Д дәрумені. 5 из 5 дерсі қыды? Білем ғой. Сенің соңғы жауабын, соңғы сұрағын, ежелгі жапон жауынгерлерін қалай атаған? Самурай? Жауап дұрыс. Қайдан білесің? Еске оқымын. Не Сенің ответил? соңғы 5-ші сұрағын, қай өсімдік Канада символы болып саналады? Ой, клевер. Емес па? Жапырақ. Жоқ. Жапырақ. Анау 3 жапырақ, который. Жоқ. Білмеймін. Канада. Клевер емес. Клевер это этот, который на удачу дает. 3 жапырақ емес па? Жоқ. Там другой. Дерево. Канада. Флагын ұмытып қалған соң. Клевер. Қ басталады, Қ. К. Қ басталады ма? Қандай жапырақ екенін айтыңыз. Ең жапырақ. Дерево какое? Ағашты айту керек ма? Не. Ең жапырақ. Ағашты жапырақ. Қ басталады. Подсказка берейік. К. Жосы айтып қойсаң саған оған бал берілмей қалады ғой. Қ білем. Жауап бар ма? Любой нәрсе. Білмеймін да. Дуб, мысалы. Жауап жоқ болса, дұрыс жауап емен жапырағы. Қыға деп айырып отырсың ғой сен деген. Жоқ, клен ғой, клен, жоқ па? Клен ба не емен деген. Жігіттер, бірінші тур аяқталды. Сұрақтар сізге қалай қиын ба, оңай ма? Пойдет. Оңай. Оңай болып келді. Бірінші тур бойынша бізде Адайда максималды 10 балл. Алиханда Алиханда 8 балл. Сен 6 болды. Ал Дастанда 6 балл. Penalti a favor del Real Madrid. Матч алдындағыдай бұл миға арналған жылыту. Қатысушылар қарапайым сұрақтарға жауап беріп, шоуға бейімделеді. Киев. Футбольный забирай. Екінші турдың аты VAR деп аталады. Футболдағы VAR жүйесі бар ғой сол. Бұл турда кім бірінші жауап береді, соған ұпай саналады. Бірінші сұрақ. Қай футболшының бала кездегі суреті? Тіл таныс атын прикинь, ұмытып қалыптым. Тілін кәдімгі танып тұрмын ше. Бұл қазіргі жұлдыз ба? Иә. Кім ол мынау? Томас Мюллер болсын. Жоқ. Мюллер ұқсамайды ғой. Эрлинг Холланд. Бірінші, бір сон қол көтеріп айтты. Эрлинг Холланд. Жоқ. Түр таныс. Де Брюйне емес, иә, точно? Жоқ. Кім еді мынау? Танып тұрмын мен, аты ше, атын ұқсап тұрмын. Верц. Варди емес пе? Бір жауап нелер варианттар айтты. Иә, Варди деймін ал. Томас Мюллер болсын, Томас Мюллер. Ешкім дұрыс жауап берген жоқ. Дұрыс жауап Стивен. Иә, бәсе. Натуре. Түрін танып тұрмын деймін. Екінші сұрақ. Сұрайды тұрады сен. Жігіттер, білсе де сұрақ қол көтеріп айтасыздар. Қол көтеріп. Екінші сұрақ, қай екі футболшыны жасырды? Айтшы ал. Астындағы Холланд, үстіндегі Реалдың игрогі. Мен жүгедермейші. Қаз. Білмейді. Мен бір жүгедерім ғой. Сен білесің бе? Мен білем, мен. Ұмыт қалғансың. Брайм Диас. Холланд пен Брайм Диас. Дұрыс. Алиханға таңдап. Үшінші сұрақ. Енді үшінші сұрақты сіздер қазір мен оны мына неден қосам.
Бірінші қолы көтерін деп өліп жатқан дейсің. Как будто Е. чемпионы. ноутбуктан болсам, Не давайте. сұрақ қай клубтың әнұраны? Реал Реал Мадрид. Реал Мадрид. Адайға плюс 2 ұпай. Мен Реал Мадридтің жанкүйерімін. Мазысын ойсын. Сау болсын. Енді төртінші соңғы сұрақ. Келесіге қараймыз. Қай футболшының бала кездегі суреті? Ема, что-то знакомое, да? Еніме ұқсайды екен. Есінде. Қол көтеріп айттар варианттарын. Месут Азил. Келесі. Келіп тұр негізі соған. Нестай ел. Бірақ Адай барма вариант. Жоқ вариант, честно говоря. Ешкім дұрыс жауап берген жоқ. Дұрыс жауап Хави. Жоқ, айта алмаймын. Бұл тур қорытындысы бойынша тек бізде Адай мен Алихан ұпай алды. 12-10-6. Екі ұпайдан алды. Екінші тур аяқталды. Ема, қиын да. Знатоки. Давай, да. Қадақ. Қадақ. Я бы как түрді дамып тұрмын ше. Общий балл екі тур қорытындысы бойынша бізде Адайда 2 балл, Алиханда 10 балл, Дастанда 6 балл. Дастан келесі кезеңде қуып жету тұрысы керексің. Максимально. Екінші тур аяқталды. Төрт тақырып. Әр тақырыпта 4 сұрақ. Ең жоғары балл 4 ұпай. Бұл ең мазмұнды және тактикалық раунд. Мұнда тақырыпты дұрыс таңдап, мүмкіндігінше көп ұпай жинау маңызды. Бірінші Адайдан бастаймыз. Адай сен таңдауың. Стадиондар 3. Стадиондар 3. Бавария өз ойындарын қай стадионда өткізеді? Баварияның стадионы Альянс Арена деп аталады. Альянс Арена жауап дұрыс. Жауап. Екінші Алихан сен таңдауың. Рекордтар 4. Риск па, риск? Маңыз. Дұрыс. Алиханның таңдауы рекордтар 4. 4. Чемпиондар лигасында ең көп құрғақ ойын өткізген қақпашы кім? Болды ғой. Болды ғой. Минус 4 очко ма? Так. Минус кетпейді, я? Подсказка бар ма? А мен білсем айта алам ба? Айта аласың, бірақ саған ұпай берілмейді. Ұпай бермейді да? Жарайды. Буфон дейік. Ең дұрыс жауапты қарайық экраннан. Нойер шар. Дұрыс. А я бы и Я косиль. хотел, прикинь, 4-й. Енді Дастан сен таңдауың. Рекордтар 3. Рекордтар 3. Не. Рекордтар. Дұрыс қой, Все верно. 2010 жылғы әлем чемпионатының финалында алтын болды. Ема. 2010 жылы әлем чемпионатында кім ойнады? Испания мен Италия, я? Испания, Италия, я? Жоқ. Дейсің, я деп қоямын. Жоқ. Этот Нидерландтар ойнады. Нидерланд, Испания. Білу керексің ғой. Қас Нидерланд, Испания екеуінің. Испания жеңіске жетті ғой сол кезде. Өттің? Сол кезде Испания. Кім гол салды? Иньеста. Молодец. Дұрыс жауапты қарайық экрандан. Иньеста ойнаса болса да. Андрес Иньеста. Дұрыс. Енді Адай сенің екінші таңдауың. Футбол кішкене. Клубтар 3. Клубтар 3. Қай италиялық клуб чемпиондар лигасының ең көп рет жеңген? Италияның клубы чемпиондар лигасын жеңген. Милан? ФК Милан. Дұрыс жауапты қарайық. 7 рет. Милан. Молодец. Білем ғой енді. Молодец. Енді Алихан сенің таңдауың. Иконалар 3. Иконалар 3. А чё 4 емес? Потом ладно. 1990-2 жылдары Бразилия сапында ойнаған Феномен лақап атымен танылған футболшы кім? Білесің адай? Білем. Жауап жоқ па? Экранға қарайық. Роналдо ғой? Зубастик қой, Білмедім. Дастан сенің таңдауың. Клубтар 2, давайте. Клубтар 2. Қай португалиялық клубты айдаһарлар деп атайды?
Икки ме? Португалия либо Порту. Дұрыс сұрақ, қараймыз. Базары. Спортинг деп ойладым басында. Базары. Қандай сенің таңдауың? Стадиондар 2 болсын. Стадиондар 2. Милан мен Интердің ортақ стадионын қалай аталады? Сан-Сиро немесе Джузеппе Меацци деген стадион. Дұрыс жауапты қарай. Дұрыс. Дайындап қойғансың ғой сен. Рекордтар 2. Рекордтар 2. Қай құрама әлем чемпионатының финалына ең көп шыққан? Именно шыққан, жеңген емес. Франция? Жауап Франция болды, да? Я не сказал. Я не знал даже. Рекордтар 1 давайте. Рекордтар 1. Қай футболшы әлем чемпионатын 3 рет жеңіп алған? Пеле. Дұрыс сұрақ. Пеле. Үйге қайтып тұрмадың? Адай сенің Төрт соңғы жауап. таңдауың. Соңғы таңдауым менің иконалар 2. Иконалар 2. Италия құрамасының капитаны әрі Рома клубының символы кім болды? Оның аты Франческо Тотти. Хорошо. Әдемі. Шапарақтасақ молодец. Әлихан сенің соңғы таңдауың. Клубтар 4. О, дұрыс. Риск. Қай клубтың лақабаты Жарқанаттар. Жарқанаттар. Келдік. Жарқанат. Валенсия. Дұрыс жауап қарай. Қайдан? Дастан. Иконалар 4 жарайды. Иконалар 4. Атылыптар қой. Иконалар. Иконалар 4, 4. Қай нидерландық ойыншы ұшқыш голландец деген лақап алды? Болды, шықтың ғой. Это легчайшее, легко. Который голову. Сол. Вандер. Вандер Вандер Сар. Жоқ, ол вратарь. Примерно соған кетті ғой. Ван де Бек деш. Вандегүл. Испанияға салған, помнишь? Сол Вандер бар. Жоқ. Вандер бар. Арсеналда ойнайды ол. Ойнады. Сол Ван. Ван бастады. Ван бірдеме болып тұр ғой сол. Ван Дам. Ван де жоқ. Ван Дам. Ван Бастен. Ой, жоқ. Йохан. Шештік қой үшеумізде. Жігіттер тағы да бір таңдаудан сізге беріп жатыр. Все хорошо. Адай сенен бастаймыз. Стадиондар 4. Керек емес, зачем? Дортмундтағы қай стадион сары қабырға атымен танылған? Сигнал Идуна парк. Дұрыс жауапты қараймыз. Сигнал Идуна парк. Молодец. Кесте келмешпін де. Әлихан. Клубтар 1. Клубтар 1. Қай клуб Англия чемпионатын ең көп рет жеңіп алған? Ой, легко. Білмеймін, мен білмеймін. Кім? Еще этот қызылдар дейді оларға. Юнайтед, что ли? Дұрыс жауапты қараймыз. Манчестер Юнайтед 20. Один подсказка беріп отырсыңдар ғой. Мен, да? Стадиондар. Бір ма? Стадиондар 1. Лондондағы Англияның басты стадионы қалай аталады? Олд Траффорд. Дұрыс жауапты қараймыз. Уэмбли. Сборная Англии там играет. Жігіттер осымен үшінші тур аяқталды. Үшінші тур қорытындысы бойынша Адайда 26 балл, Дастанда 15 балл, Дастанда 12 балл. Үшінші тур қорытындысы бойынша бізде Дастан сені қоштасамыз. Сұрақтар негізі өте оңай болды. Осы 4x4 сұрақтарында қиыншылықтар туа бастады десек болады. 4 ұяшық, 3 ұяшықтарында ауыр сұрақтар келді. Әдемі болып жатыр. Сіз сағанда рахмет. Молодецсіздер. Келесі кездескенше сау. Сол айтам. Fergie time. Sir Alex Ferguson тұсындағы Манчестер Юнайтедтің соңғы минуттағы жеңістерімен танылған кезең. Бұл финал!
қарсыласқа теңесіп, басып озып, күтпеген жеңіске жететін сәт. Бәрі соңғы минутта шешіледі. Жүйке мен эмоцияның нағыз сынағы. Төртінші тур fairly time. Енді бірінші Адай өзінің қойған балынды көрсету керек. Бізге именно өзінің камерадан көрсет. Үлкейте алмайсың ба? Жоқ. Да, давайте. Вот. Алиханның қойған балы, енді Адайдың қойған балы. Енді Алихан сенің қойған балын көрсет. Біз көрініп тұра ма? Бұл турда бізде тек бір ғана сұрақ тыңдаймыз. Қазақстан премьер-лигасында Тобыл футбол клубы қанша рет чемпион атанды және қай жылдары? Сіздер можете жауабын телефонға жазып, тоже көрсетесіз. Жылымен неше рет чемпион болғанын айту керек. Екінші рет қашан болды? Дайын болсаң да Мен дайынмын. Алихан дайынсың ба? Әлбетте. Адай, бірінші сен экранға көрсетесің. Қазір. Менің жауабым. Менің жауабым. Дұрыс болса ма? Көрмей тұра. Алихан ба? Мен Алихан ба деппін ғой. Дұрыс қой, көрмеу керек қой. Жоқ өткен андай işte. Сен соңғы жауабын. Мен соңғы жауабын білмеймін. Болды, берілді ғой. Дұрыс жауап. Тобыл футбол клубы Қазақстан премьер-лигасында 2 рет чемпион атанды. 2013 және 21 жыл. Тур қорытындысы бойынша бізде Адай дұрыс жауап берді. Соответственно, ойынның жеңімпазы болып бізде Адай атанды. Рахмет. Молодец. Молодец. Спасибо. Дайындалып қойған екенсің. Маған ойын өте ұнады. Ойын керемет болды, өте қызықты. Кейде оңай, кейде қиын жағдайлар болды. Бірақ енді өте қызықты, өте тартымды ойын болды. Бұл ойын негізі өте тамаша деңгейде өтті. Өйткені бұл біздің любимый деломыздың футбол туралы сұрақтар болғандықтан, және мектептің сұрақтары болғандықтан өте қызықты, тартымды болды деп айтсақ болады. Ал енді Адайды құттықтағымыз келеді. Молодец. Құтты болсын. Таза жеңісімен құттықтаймыз Адайды. Мықты қарсылас болды. Рахмет жігіттер, QJL TV YouTube арнасына тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар және осы бағдарламаны қараңыздар. Рахмет. Бәріне көп рахмет. Рахмет. Фыкыны да. Басты. Әдем. Пока.